Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Есімім Дина. Бүгін біз осындай күнделікті макияжды жасаймыз. Егер сіздерге қызық болса, арнадан алыстамаңыздар. Кеттік. Біріншіден мен өз бетіме тоналдық негізімді жағып шығамын. Catrice менің тоналдық негізім. Осылай мінекей қолыма жағып шығамын. Сосын бетіме дақтар қою арқылы маған қолмен жұмыс істеген ыңғайлы. Сондықтан мен осылай дақтарды қойып аламын біріншіден. Содан кейін осындай Beauty Blender арқылы жұмыс істеймін. Beauty Blender арқылы көзіміздің астымызға, жақ сүйектерімізге, жалпы бетімізге дұрыстап жағып шығамыз. Осыдан кейін бетімнің кемшіліктерін жасыру үшін әрине консилер қолданамын. Менде Lumene консилері. Консилерді мен көз астыма, дақтарға және басқа да бетімдегі кемшіліктеріме жағып шығамын. Одан кейін мен Paris-тың стигін қолдану арқылы өзімнің мұрымның пішінін келтіремін және бетімді кішкене ғана коррекция жасаймыз. Ол үшін Paris-тың күңгірт жағын мен өз мұрныма жағып шығамын, мұрнымның танауына, яғни кішкене оны қысқарту үшін, кішірейту үшін. Корректорды да Beauty Blender арқылы жағып шығамыз. Бір айтып кететін жайт, мен макияжды профессионалды түрде үйренген жоқпын ешқашан. Осы арнам арқылы сіздермен бірге күнде макияж жасау арқылы және сіздердің әрине кеңестеріңізді тыңдай отырып осы арнаны жақсартамын деген ойлаймын. Осы стиктің ашық жағын маңдайыма жағып шығамын кішкене, мұрнымның бетіне, ернімнің үстіне және ернімнің астына. Спонж немесе Beauty Blender'ды да қолдансақ болады. Стиктің күңгірт жағын тағы да бетіме жағып, жақ сүйектерін көрсетуге тырысамын. Тістерді біркелкі ету арқылы барлық шектерді жоюға тырысамын. Шектерді кішкене жұғартып алдық. Енді келесі қадам пудрамды жағып шығамын. Пудраны үлкен кисточка арқылы жағамын. Қалам арқылы. Опа-далапты қатты баспай, жай ғана жағып шығамын. Мен өзімнің әдетте қасымды әрлеуге кірсем қарындашты қолданып жүрмін. Егер сіздер басқа бір нәрсені қолдансаңыздар, немесе қасқа арналған бояу қолдансаңыздар, міндетті түрде осы видеоның төменгі жағында комментарийлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Мен әзірше Clarins-тің қоңыр қарандашын қолданамын. Ол маған ыңғайлы және менің қасыма жақсы келеді. Қастарымызды асықпай штрих жасау арқылы әрлеп шығамыз. Өкінішке орай менің қастарым өте сирек және шаштары жұқа, тіпті көрінбейді. Сондықтан мен оларды бояуға бояймын. Қасымызды бояғаннан кейін әрине бетіміздің пішіні келеді, көзіміз кішкене үлкейген сияқты болып көрінеді. Өйткені қассыз адам мүлдем басқаша болып көрінеді екен. Күңгіртін келтіру үшін міндетті түрде қаламмен жүргізіп шығамын, тарап кішкене. Келесі қадам көз бояу. Мен әдетте өзімнің ең жақсы көретін
палеткамды қолданамын, ол люминенің. Осындай 3 түрлі палеткасы. Осы 3 түрлі палеткамды ең универсалды палетка ретінде қолданамын. Үстіңгі қозғалмалы қабағыма ашық түсті бояп шығамын. Кешірім сұраймын, палетка емес, 3 түсті опа жинағы. Бұдан кейін көзіміздің шетіне қоңыр түсті жағамын. Себебі бұл күнделікті кешке далаға шыққанда, жұмысқа барғанда мысалы қолдануға болатын макияж. Қабақ шетіне және жоғарыдан ішке қарай жүргіземіз. Енді төменгі қабағымызға соны жасаймын. Бірінші шетіне ашық қызғылт түсті бояп, сыртқы жағына қоңыр түсті бояймын. Егер мына жоғарғы жылжымалы қабақтың ішкі жағында түс аз десеңіздер, кішкене тағы да бояп жіберсеңіздер болады әрқашан. Бұл түстер бір-бірімен жақсы сәйкес келе береді, бір-бірімен араласа береді жақсы. Ал ең соңында көзімнің іш жағына кішкене жылтырып басамын. Себебі күміс түсті. Ол көзімізді ашық етеді. Қарандаш жағамын. Мен қара қарандаш қолданамын. Ланкомның өздеріңіз көріп отырғандай қарандашым кішкентай болып қалды. Көптен бері қолданамын. Бүкіл кірпігіме жақпаймын. Тек мұны ортасынан бастап шетке қарай жылжимын. Сонымен қатар төменге қарай емес, кішкене жоғарғы қарай. Жоғарылатып, кейіннен төменгі көзге де осылай жағып шығамыз. Араластыру арқылы көзіміз біркелкі көзіміздің мұнарлығына қол жеткіземіз. Екінші көзімізге жағамыз. Ортадан бастап. Бұл жерде де түсімізді төмен емес, жоғары қарай жоғарылатып, астын бірге қосып, біркелкі түс қылып бояймыз. Келесі қадам әрине туш. Менің кірпіктерім өте түзу, ешқандай көлемі жоқ, сондықтан көлемге қол жеткізу үшін тушты қолданамын. Ыңғайлы болу үшін айнамды қолыма алайын, сол арқылы кірпігімді детальды түрде бояймын. Кірпігімнің төменгі жағына мен туш жақпаймын. Себебі жоғары жақты ғана жақсақ, көзіміз үлкендеу сияқты болып қалады. Ең соңында мен міндетті түрде бетіме тағы да пудрамды жағып шығамын. Керек емес заттардың бәрін алып тастаймын. Бетке арналған далабымызды жағамыз. Эссенстің ашық қызғылт түсті далап бетке арналған. Бетіміздің шетіне ғана жағып шығамыз. Бұның бәрі бізде табиғи түрде көріну керек, міндетті түрде макияж. Тек қана жақсы заттарды ғана көрсету үшін. Әрине хайлайтерді қолдануға болады. Менде Кензоның осындай хайлайтері бар, 3 түсті. Көбінесе мына ең ашық түсін қолданамын.
Қызылдалап жаққан бетіңізге жауып шықсаңыз болады. Төмен қарата мұрныңызға, ерннің үстіне және астына. Ерніңізді әрлеп қана қалды. Бұл үшін мен нюд түсін қолданамын. Бұл өзім айтып кеткен табиғи макияж болғандықтан ернімізді де табиғи түспен бояймыз. Кларенс қарындаш арқылы сызып шығам біріншіден ернімді. Ернімнің шетін ғана емес, сонымен қатар ішін де толтырамын. Сонда далап жақсы ұсталынады. Екпін не көзде, не ерінде болу керек. Бүгін менде көзім табиғи түсті, ал ернім кішкене қызылдау болсын. Estee Lauder'дің нюд түсті талабын жағамын. Талапты көбінесе мен қылқалам арқылы жаққанын айтамын. Әрине, әркім өзінше жағады, жалпы маған қылқаламмен жаққан ыңғайлы. Макияжды бітірдік, ал енді көшеге шығуға дайынбыз. Егер бұл видео сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде астында өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.